Саламатты оқушылар. Бүгін 5-ші сабақ, 1-ші тарау, электрификация тақырыбы, 1-ші практикалық жұмыс, ион алмасу реакциялары. Оқу мақсаты: алмасу реакция деңгейлерін молекулалық және иондық түрде құрастыру, ион алмасу реакцияларының жүру себептерін түсіндіру. Электролиттердің судағы ерітінділері өзара әрекеттескенде реакция иондар арасында жүреді. Мұндай реакциялар иондық реакциялар деп аталады. Электролиттердің ерітіндідегі химиялық қасиеттері иондардың, яғни катиондар мен аниондардың қасиеттері болып табылады. Ион алмасу реакциясы яғни екі электролит арасында иондардың алмасуы болып табылады. Ион алмасу реакциясын жүргізуде мынандай негізгі түсімдерді есте ұстаған жөн. Бірінші, аз салынатын ерімейтін газ тәрізді формулалар молекул түрде жазылады. Купрум ашиты, тұнба, халат, көміршіл газы, газ и аз еритін су. Екінші, ион алмасу реакциясы тұнба түзсе, онда бағдаршаны төмен қаратамыз, газ бөлінсе, бағдаршаны жоғары қаратамыз. Қайтымсыз реакция болса, яғни бұл жерде тура бағытта жүреді. Тұнбаға түсетін реакция видеоны қарастырайық. Химиялық реакциялар көбінесе реагенттері сәйкес еріткіште ерітілген ерітінділерде жүргізіледі. Ең көп қолданылатын еріткіш су. Реакция барысында түзілетін барлық заттар суда ери бермейді. Кейде өнімдердің бірі суда ермей тұнба түзеді. Мұндай реакциялар тұнбаға түсу реакциялар деп аталады. Тұнбаға түсу реакциясының бір мысалы күміс нитраты мен натрий хлориді арасындағы реакция. Бұл реакция нәтижесінде ақ тұнба күміс хлориді түзіледі. Тұнбаға түсу реакциясының келесі бір мысалы калий йодиді мен қорғасын нитраты ерітіндісінің арасындағы реакция. Реакция нәтижесінде ермейтін сары тұнба қорғасын йодиді мен еритін калий нитраты алынады. Реакция нәтижесінде тұнбаның түзілгенін көрсету үшін химиялық теңдеуге сәйкес таңбаларды қойып, реагенттер мен өнімдердің агрегаттық күйін көрсетеміз. Жақшаға алынған Қ таңбасы заттың қатты екенін, яғни суда ермейтінін білдіреді. Ал жақшаға алынған С нүкте Е нүкте таңбасы суда еритін қосылыстарды білдіреді. Келесі газ жүретін реакцияларды қарайық. Кальций карбонатын тұз қышқылмен әрекеттестіргенде қоспа көпіреді. Себебі газ көпіршіктері түзіледі. Бөлінген газдың әсерінен әк суы лайланады. Бұл реакция нәтижесінде алынған газдың көмір қышқыл газ екенін көрсетеді. Ол кальций гидроксидімен әрекеттесіп, ермейтін тұнба кальций карбонатын түзеді. Кальций карбонатын тұз қышқылмен араластырғанда бірден екі реакция бірізді жүреді. Біріншісі алмасу реакциясы. Оның нәтижесінде бастапқы қышқыл мен тұз өзге қышқыл мен өзге тұзға айналады. Кейін көмір қышқыл газы мен суға ыдырайды. Екінші реакцияның жүру себебі көмір қышқылы тұрақсыз болып, көмір қышқыл газы мен суға ыдырауында. Екі процесті де бір теңдеумен көрсетуге болады. Екі теңдеуді қосып, аралық реагентті, яғни көмір қышқылын алып тастаймыз. Осылайша соңғы теңдеу келесідей болады. Кальций карбонаты қосылған тұз қышқылы шығады. Кальций хлориді, көмір қышқыл газы және су. Келесі су түзетін реакциялар, аз ысылатын заттар. Видеосын қарайық. Хлор сутек пен натрий гидроксиді арасындағы реакция нәтижесінде су мен натрий хлориді түзіледі. Реакция барысында натрий гидроксидіндегі гидроксид иондар мен қышқыл құрамындағы сутек иондары қосылып, су түзеді.
Қышқыл мен негіз реакцияға түсіп, нәтижесінде су мен тұз түзілетін реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Видеода көргендей, қайтымсыз реакция берілсе тұнба түзілу, газ бөліну, адсылатын заттар түзілу қажет. Ион алмасу реакциясы тұнба түзілгенде, газ бөлінгенде, су түзілгенде жүреді. Ион алмасу реакциясының бірінші молекулалық теңдеуін жазуға болады. Толық иондық теңдеуін және қысқартылған иондық теңдеуін жазуға болады. Ион алмасу реакциясы толық немесе қысқартылған түрде болуы мүмкін. Мына жерде бізде молекулалық теңдеуі берілген натрий сульфатының барий хлоридімен, нәтижесінде барий сульфаты ақ тұнба және натрий хлориді түзілген. Толық иондық теңдеу иондарға жатқан, ал барий сульфаты тұнба түскендіктен ол бізде иондарға ыдырамайды. Қысқартылған иондық теңдеуі берілген. Қысқартылған иондық теңдеуінде жаңа қысқартылды. Барий сульфаты ақ тұнба болды. Барий екі ион мен сульфат екі ионның жалпы қосындысы барий сульфаты ақ тұнба түзілді. Бұл реакция қайтымсыз, яғни тұнба түзіліп, реакция аяғына дейін, яғни қысқартылған иондық теңдеуі бар. Тұнба түзілу бойынша жаңа төмен қарай қоямыз. Алюминий хлорид натрийді сіңіріп алюминий гидроксиді тұнба түзіледі. Мына бізде молекулалық теңдеу болып тұр. Газдың бөлінуінде, аммоний хлоридінің натрий гидроксиді, онда тұншықтырғыш иісті аммиак, өткір иісті газ аммиак бөлінеді. Бұл жерде газдың бөлінуі, яғни бағдаршамды жоғары қарай қоясыздар. Келесі су түзілу реакциясы, жаңа видеода көргендей бейтараптану реакциясы. Калий гидроксидінің тұз қышқылы әрекеттескен тұз және су бөлінеді. Нәтижесінде тұз және су бөліну бейтараптану реакциясы. Аз салынатын. Тұнба түзілетін жағдай, мына жерде берілген купрум 2 гидроксидінің натрий гидроксиді, натрий сульфаты және купрум 2 гидроксиді тұнба түзіледі. Аргентин нитратының кальций хлориді, аргентин хлориді ақ тұнба түзіледі. Натрий карбонатының кальций нитраты, барий хлориді мен калий сульфаты, барий сульфаты ақ тұнба түзіледі. Көріп тұрғандай, калий хлориді суда ериді, барий сульфаты ерімейді. Ергіш кестесінен қарауға болады. Жалпы қарастыратын болсақ, егер тұнба, газ, су түзілмесе, онда алмасу реакциялар қайтымды, яғни жерде берілгендей қайтымды реакциялар. Бұл бірінші жағдайда қарама-қарсы жүретін реакциялар тура және кері бағытта жүреді. Мысалы, жерде берілген мынау алмасу реакциясында өнім ретінде кальций нитраты, натрий хлориді берілген. Кальций нитраты ериді, натрий хлориді ериді. Сондықтан бұл реакция қайтымды. Дәл сол сияқты екінші натрий фосфаты, калий хлориді берілген, натрий фосфаты және калий хлориді. Келесі купрум 2 сульфаты, натрий хлориді қайтымды реакцияларға жатады. Иондық теңдеулер бойынша жаңағы молекулалық теңдеу берілген бізде. Содан кейін бар бізде толық иондық теңдеу және қысқартылған иондық теңдеу. Қысқартылған иондық теңдеу жоқ. Сәйкесінше бұл жерде қарап тұрсаңдар, барлық мына жерде өнім ретінде натрий фосфаты мен калий хлориді ериді, сондықтан барлығы да қысқарып кетті. Бұл жерде қайтымды реакция болып тұр. Қайтымды реакция. Оқу тапсырмасына көңіл бөлетін болсақ, оқу тапсырмасында берілген толық иондық қысқартылған теңдеулер жазу керек. Аргентин нитратына қосылатындар натрий тұз қышқылын, өзі аргентин хлор және азот қышқылы бөлінеді. Еріш кестесінен қарайсыңдар, аргентин хлориді ақ тұнбаның реакция болып табылады жерде. Сондықтан бұл реакцияда молекулалық теңдеуі, толық иондық теңдеуі, қысқарған иондық теңдеуі толық жазылады. Сол сияқты кальций карбонатымен тұз қышқылын алатын болсақ, кальций хлориді және көмірқышқылдарды су бөлінеді соңғы реакцияда. Бұл жерде газ бөле жүретін реакциялар берілген. Келесі натрий карбонатының күкірт қышқылы, бұл жерде тұз, су, газ бөлініп тұр. Яғни бұл жерде молекулалық теңдеу бойынша мына жерде газ бөлініп тұр. Мына жерде